сәлеметсіздер ме? Беріктас ауылының тарихынан сыр шертіп, кешегімен бүгінін танып, тыныс тіршілігімен таныстырамын. Қазіргі Беріктас ауылы Қақпатас ауылдық әкімшілік округіне қарайды. Ауылымыз Қордай ауданынан оңтүстік-батысқа қарай 41 шақырым жерде орналасқан. Ауылымыздың түтін саны 246, тұрғындар саны 1730 адам, 63 шаруа қожалықтары бар. Тың және тыңайған жерлерді игеру туралы шешім 1954 жылдың көктемінде қабылданды. 1954 жылдың 25 ақпанында Курдайский зерносовхоз ауылы орналасатын, яғни дәл осы жерге Волков Сергей Иванович қазық қаққан. Тың игеруге КСРО-ның жан-жағынан, яғни басқа да ұлт өкілдері келді. Және де комсомол жолдамасымен көптеген жастар да келді. Және де осы Беріктас ауылына ең алғаш жанұялармен бірге Көчербаев, Жолдас Көчербаева, Жұпаркүл, Тәжиев, Әсен, Тәжиева, Қалдан және де тағы басқа адамдар келді. Совхоз астық егумен айналысатын болғандықтан совхозды зерно деп атап кеткен. 1970 жылы совхоздың аты Қордай қой совхозы деп аталып кеткен. 1980 жылы совхозда 18.000 гектар егістік жері болған. Оның 1500 гектары суармалы жер болған. 37.000 қой, 4.000 ірі қара, 3700 шошқа, 530 жылқы және де қара түлкі асырайтын фермалары болған. Совхозда мектеп, клуб, қабатты сауда үйі, 28 аурухана, перзентхана, әкімшілік ғимараттар, құрылыс цехі және тағы басқа мекемелер болған. 2001 жылы совхозды банкрот деп жариялап, мекемелер жеке шаруа қожалықтарына бөлініп кетті. Ауылымызда мектеп, фельдшерлік акушерлік пункт, балабақша, кітапхана және тағы да басқа мекемелер бар. Ендеше сол мекемелерге саяхат жасайық. Мына мекемеде Беріктас ауылының фельдшерлік акушерлік пункті, ауылдық кітапхана, пошталық байланыс бөлімшесі орналасқан. Ендеше осы мекемелермен жеке-жеке танысып өтейік. Бұл фельдшерлік акушерлік пунктінде 3 адам жұмыс істейді. Бұл біздің ауылымыздың медбикесі Искакова Сәлима апай. Бұл мекеннің жоғарғы қабатында ауылымыздың кітапханасы орналасқан. Беріктас ауылының кітапханашы Тойчыбекова Жібек Темірғалиевна 2003 жылдан бастап жұмыс істейді. Ендеше оқу залына көз жүгіртейік. Кітапханамыздың кітап қорында 6952 кітап бар. Оқырман саны 215. Бұл біздің ауылымыздың мешіттің басылмамы Жолбет Қайпай ата. Қазіргі таңда карантинге байланысты мешітіміз жабылып тұр. Бірақ әр 5 уақыт намаз сайын азан шақырылып тұрады. Бұл біздің Беріктас ауылындағы номері 28 Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектеп. 1960 жылы 2 қабатты жаңа үлгідегі мектеп болып салынды. Мектеп Максим Горький атындағы мектеп болып аталды. 1985 жылы алғашқы қазақ сыныбы ашылды. 1992 жылы мектеп Шоқан Уәлиханов атына өзгертілді. Қазіргі мектеп директоры Байсалов Ерлан Рахматуллин. Жалпы оқушылар саны 300 оқушы. Жалпы мұғалімдер саны 32 мұғалім. Бұл біздің Беріктас ауылындағы Айтсәуле балабақшасы. Айтсәуле балабақшасы 2008 жылдың қараша айынан бастап жұмыс істейді. Қазіргі таңда балабақшада 72 бала тәрбиеленуде. Балабақша меңгерушісі Мұстафина Мадина Апанқызы. Балабақша методисті Жалғасбаева ана. Жалпы жұмысшылар саны 24 адам. Климаты континентті, қысы-жазды жиі қордай желі соқтырады. Ауылды көркейту үшін ауыл болып атсалысу керек. Егер де біз бір адамдай болып жұмыла жұмыс жасасақ, алдағы уақытта жетер жетістігіміз көп болмақ. Туған жер адам өмірінде кең орын алады. Әрбіріміз үшін отан ошақ басынан басталады. Туған жер, туған көше,
туған қала, мен үшін туған ауыл. Менің отаным кішкентай болса да, мен үшін аса қымбат жер, ол Бектас ауылы.